Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгін бізде математика пәні 1-ші сыныптың 4-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы 2 саны мен цифра. Кәнекей балаларына 1-ші есепті оқиықшы. Суретке қара. Қай заттар 2-2-ден екенін айт. Мына жерде бізде 2 гүл тұр, иә? Мұғалімнің столының алдында 2 дәптер, 2 карандаш, 2 сызғыш. Оң жақтағы партада отырған 2 баланың алдында бір пеналдан 2 пенал. Тақтада қызыл алманың 2 суреті ілініп тұр, 2 алма және 1 деген 2 сан ілініп тұр. Келесі тапсырманы қарайық балалар. Бір қарындашты ал. Тағы біреуін қос дейді. Яғни неше болады екен? Бірге бір қарындашты қосқанда 2 болады. Екінші суретте не көрсетілген? Екінші суретте бізде 2 карандаш көрсетілген, оның біреуін сызық болған. Яғни 2-ден 1-ді алғанда 1 қалады екен. Екінші тапсырманы қарайық балалар. Суретте 2-2-ден берілген заттар бар ма дейді. Я, бар балалар, я, әрине. 2-2-ден берілген заттар бізде суретте ол 2 кітап, 2 акварель бояғыш және 2 қалам. Қалған суреттегі заттар 2-ден болу үшін не істеу керек дейді. Яғни бізде мына жерде 1 карандаш тұр. Бізге 2 карандаш болу үшін жанына 1 карандаш қою керек. Және мына жерде суретте бізде 1 дәптер тұр. Оның жанына 1 дәптер қойсақ, 2 дәптер болады. Ал балалар, мына жерде математика күнделікті өмірде 3-ші тапсырманы қарайық, иә? Суреттегі заттарды жұптастыр дейді. Оны түсіндір дейді. Мына жерде бізде 1-ші суретте кілт тұр. Ол кілтті немен қандай суретпен жұптастырамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, құлыппен жұптастырамыз. Мына жерде мен қара сызықпен сендерге кілтпен құлыпты белгілеп қойдым. Яғни құлыпты тек қана кілт ашады. Екінші суретте не тұр бізде? Ағаш тұр, иә? Ағаштың басында не бар? Көп жапырақтар бар екен. Яғни біз ағашты қандай суретпен жұптастырамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, жапырақпен жұптастырамыз. Оны мен күлгін түсті сызықпен белгілеп қойдым. 3-ші суретте бізде бұлт, жаңбыр жауып жатыр. Оны біз қандай суретпен жұптастырамыз? Әрине балалар, дұрыс айтасыңдар. Қолшатырмен жұптастырамыз. Оны мен сендерге оңайырақ болсын деп көк сызықпен белгілеп қойдым. 4-ші суретте бізде бояғыш кисточкалар тұр, оны біз қандай суретпен жұптастырамыз? Акварель бояуларымен жұптастырамыз. Дұрыс айтасыңдар. Оны мен сендерге нақты білу үшін жасыл сызықпен белгілеп қойдым. Мінекей балалар, осымен сабақ аяқталды. Мен сендерге бәрін түсінікті жеткіздім деп ойлаймын. Сабақты соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Осы сабақ ұнаса, лайк басыңдар. Және де қоңырау белгісін бассаңдар, сендерге жаңадан шыққан сабақтар әрдайым бірінші болып көрініп тұрады.